Сәлем біздің каналға жазылушылар. Соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк пен подписация таңбаларын басып, бізге жазылыңыз. Келін тұрмысқа шықпастан бұрын қыз кезінде күшік асырап алады. Және ол күшік үлкен итке айналады. Солайша келін тұрмысқа шығатын үйіне итін ертіп келеді. Уақыт өтеді. Күйеуі бір күн жұмыстан қайтып келе жатқан кезде ит үйінің алдында жатқанын көреді. Күйеуі сонда: "Бұл кімнің иті? Адасып келіп қалған шығар, қуып жіберіңдер", дейді әйеліне. Келін сонда: "Отағасы, бұл менің итім. Мен оны үйге тастауға көзім қимады. Мен оны қатты жақсы көремін. Бауыр бастым. Сол үшін асырап қалайықшы. Үйді қорғап тұрады", дейді. Күйеуі разы болады. Арадан уақыт өтеді. Бір күн күйеуі жұмыстан келсе, келіншегі мен ит жоқ. Мамасынан сұрайды: "Мама, келініңіз қайда?" Мамасы: "Білмедім, бағана отқан еді", деп жауап береді. Сол уақытта әйелі мен иті келеді. Күйеуі сұрайды: "Қайда едің?" дейді. Келіні өтіріктен: "Көршінің үйінде едік", дейді. Өтірік айтқанын сезген ене ертеңінен келінін аңдып шығады. Келіні әрдайым итін алып, үйінің жамбасындағы мал қораға кіріп кетеді. Бұл бір емес, күнде осындай жағдай бола береді. Бір күн енесі келінін аңдау үшін артынан барып мал қораның есігінен қарап тұрады. Келіні итіне қарап бірдеңелерді айтып жатқанын көреді. Сонда ит адамның келіп тұрғанын сезіп үреді. Кейін енесі білдіртпеу үшін: "Ай келін, сен осында ма едің? Бұл жақта не істеп жүрсің? Ақырғы кездері мал қорадан шықпай қалдың ғой", дейді. Солайша келін бар шындықты айтудан басқа амалы қалмағанын түсінеді. "Мама, өткенде ит алып келген едім ғой. Сол итін өзіне қосып, серік алып келген екен. Ол ит балалаған екен. Мен ол итті сіздердің рұқсаттарыңызды бермейді деп, осы мал қорада асырап жүрмін", деп жауап береді екен. Солайша бұл хикая осы жерден аяқталады. Хикая ұнаған болса, лайк түймесін басып, каналымызға жазылыңыз.